Тиктокта хит болып жүрген осындай іші толған начинкісі мен блинчиктерді алғаш рет жасап көрдім. Менің балдарыма қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өйткені бұның дәмі деген енді бір сөзбен айта алмаймын. Алдымен құймағымызды пісіріп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, шым-шым тұз және де қантымызды салып, венчиктің немесе осылай миксердің көмегімен араластырамыз. Біз енді ары қарай осылай ішіндегі қанты ерігенге дейін араластырамыз. Бізде осындай аппақ масса пайда болады. Енді үстінен сүтімізді, содан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Ары қарай тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен ұнымызды саламыз. Мен ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламын. Ұнымызды осылай ары қарай араластырамыз. Бірінші насадкасымен басып аламыз үстінен, өйткені ұнымыз үстіне қарай шашырайды. Енді осы арада біз табамызды майлап қыздырып аламыз. Венчикпен араластырған кезде ішінде ешқандай түйіршік қалып қоймау керек. Бізде құймағымыздың сұйығы дайын болды. Қатты қоюда, қатты сұйықта болмайды. Енді қызып тұрған табамызға блинчигімізді осылай құйып, айналдыра отырып орналастырамыз. Бір беті қызарғанға дейін қалдырамыз. Солай кезек-кезек пісіріп аламыз. Менде дәл осы рецептпен жасағанымда 35 дана құймақ шықты. Менде табамның көлемі кішкентайлау. Екінші жағда қызарғаннан кейін осылай түсіріп аламыз. Барлық құймақтарды осылай пісіріп аламыз. Менде құймақтардың арасына жемістерді салғаным түспей қалған. Сіздер кез келген жемісті пайдалансаңыздар болады. Мен банан мен киви қостым, және де мен арасына сливки мен қант ұнтағын қосып араластырып крем жасап соны жақтым. Сіздер сгущенканың да кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Ас болсын барлықтарыңызға.